Сәлем оқушылар, өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіне сенім деп аталады. Сабағымыздағы негізге алатын құндылық ол ақиқат құндылығы, ал қасиеттеріміз өз-өзіне сенімділік, өзін-өзі дамытушылық. Өзіне өзі сенген адам қиындықты да, уақытты да жеңе алады. Ілияс Есенберлин. Сенім деген сөзді қалай түсінесіздер? Өзіңе сенім артқан кезде қандай сезімге боласыздар? Қандай адам сенімге ие болады? Адамдар сенімді кісіге қалай қарайды? Дәйек сөзден қандай ой түйдіңіздер? Өз-өзіне сенген адам қиындықты да, уақытты да жеңе алады. Сенім деген сөзді алып қарағанда, ең біріншіден басқа адамдар бізге сенім арту үшін біз өз-өзімізге сенімді болуымыз қажет екен. Біз өзімізге сенімді бола білсек, айналамыздағы адамдар да бізге сене бастайды. Яғни, сенімділік арта бастайды деген сөз. Сабағымызды әрі қарай жалғастыру үшін келесі әңгімемен оқып танысайық. Адамның рухани кемелденуі. 9 ай құрсағында көтеріп, көптен күткен нәресте еді. Емханадағы кішігірім бөлменің ішінде жүрегі қуаныш пен уайымға толы әкесі баласының өмірге келуін күтіп, әбден мазасыздануда. Анасының құрсағынан шығып келе жатқан қасықтай ғана сәбидің иығын көріп, өз көзіне өзі сенбеді. Бойын бір мұздай су алғандай дірілдеп, лезде бөлмеден шығуын дұрыс көрді. Өмірін қара түнек басқандай, жүзі мұңға толы әкесі Борис Вуйчич дәрігердің шыға салысымен: менің ұлымның қолы жоқ па? Жоқ, сіздің балаңыз қол-аяғы жоқ болып туылды. Өте өкінішті. Дәрігер бұл жағдайдың себебі неде? Өтінемін, айтыңызшы, деп әкесінің көзінен ыстық жас тамшылайды. Ник Вуйчич, кәсіби мотивациялық оратор, туылғаннан сирек кездесетін тетра-амелия деп аталатын синдроммен ауырады. 1982 жылы 4 желтоқсанда Австралияның Брисбен қаласында Борис Вуйчич пен Душка Вуйчич отбасында дүниеге келген. Ол 2 қолы және 2 аяғы жоқ болғанына қарамастан, ақыл-есі сау бала болып туылған. Сондықтан да ата-анасының өтініші бойынша ол мүгедектерге арналған емес, қарапайым мектепте білім алуға мүмкіндік алған. 10 жасқа толған кезінде сыныптастары тарапынан көрген қорлыққа шыдай алмай, суға батып, өмірімен бір жола қош айтыспақ болған. Алайда оны жақындарының қандай азап тартатыны туралы ой тоқтатқан екен. Ол физикалық тұрғыдан кемістіктеріне қарамастан серфингпен айналысуға, скейтборд тебуге құмар болады. Бос уақытында гольф ойнағанды ұнатады. Ол есепші және қаржыгер мамандықтары бойынша 2 жоғарғы оқу орнын бітірген. 19 жасынан бастап студенттер, балалар алдында өз өмірі туралы айтып, жастарды өмірді сүюге тәрбиелей бастады. Әлемнің 45 елін аралап, мектептер мен университеттерде өнер көрсетіп, көптеген адамдардың жүрегіне үміт отын ұялата білген. Жастардың өмір мәнін түсінулеріне түрткі болған атақты тұлға деп білсек болады. Аяқ жағында кішкене саусақтары көмегімен компьютерде 1 минутта 43 сөз теру арқылы өзінің өмірі және мүгедек жандардың жағдайы туралы шектеусіз өмір деген және бірнеше кітап жазып шығарған. Ол көптеген аудиторияның алдына шығып, өзінің басынан өткен қиын кездерін ораторлық мәнерде адамның жүрегіне жеткізе біледі. Кішкентай кезінде көшеге шыққанда балалар келіп, саған не болған деп сұрақ қойғанда ол: бәрі шылым шеккеннен болды, немесе мен ата-анамды тыңдамай бөлмемде кәмпит қағазын шашып жинаған жоқ едім деп әзілдеп қояды екен. Қазіргі кезде Канае Миахари атты жары және Киоси Джеймс
Вуйчич атты ұлымен ақш-тың Калифорния штатында тұрып жатыр. Ойланып көрейікші енді, балалар. Өзіңізге кейде не үшін өмір сүріп жүрмін деген сұрақты жиі қоясыз ба? Көбінесе біз айналамыздағы адамдарды кінәлай бастаймыз. Ата-анамызға шағым жасап, әрқашан негативті ойлар ойлап өтетін күндер болады. Бет-әлпетімізге қарап, шашымыздың түсі немесе тырнағым ұнамайды деп, жиі өзімізден мін тауып, барға қанағаттанбай жатамыз. Дегенмен, осындай кемшілігі бола тұра, басқаға бақыттың не екенін үйрететін адамның биографиясы таң қалдырмай қоймайды. Басына бір кішкентай қиындық түссе, өмірден түңіліп, адасып жүргендер қаншама. 12 мүшесі сау бола тұра, не үшін өмір сүріп жүргендерін өздері түсінбей, неше түрлі бұрыс жолға салынып кеткендер қаншама. Ник Вуйчич осындай адасқан жандарға үлгі болар адам екеніне күмән жоқ. Менің ойымша, әр адамның өмірі өз қолында, тек осыған шын жүрекпен сене білуіміз қажет екен. Балалар, бұл әңгімеден ұғатынымыз ең бастысы, біз өзіміздің мүмкіндіктерімізге қарап, және де ең бастысы өзімізге сенім арта білуіміз қажет екен. Ник Вуйчич өмір сүрген күшті қайдан алды деп ойлайсыздар? Никтің еркі, күші, шексіз мүмкіндігі қалай көрінді? Сүйіспеншілік құндылығы оның қандай қасиеттер арқылы байқалады? Адамдар Никті тыңдағанда неден шабыттанады? Никтің тағдырымен таныса отырып, өзің өмірлік қандай ой түйдің? Сенің айналаңда осындай еркі, жігері мықты, кемелденген адамдар бар ма? Сен оларды неліктен үлгі тұтасың? Өзіңнің өмірлік ұраның ретінде қандай сөздерді таңдар едің? Балалар, осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейікші. Шынында да, біз кейде өз-өзімізге сенім артуға келгенде, көбіне өзіміздің кемшіліктерімізге мән береміз. Яғни бірінші кезекте адам өзінің кемшіліктеріне мән береді. Яғни өзінің дене бітісіндегі, өзінің іс-әрекетіндегі, өзінің біліміндегі кемшіліктеріне мән беріп, және оған күмән келтіре бастаймыз. Соның салдарынан біздің өз-өзімізге деген сенімділігіміз төмендей бастайды. Ал Ник Вуйчич болса, ол өзінің кемшілігіне, дене бітісінде кемшілігіне мән берместен, ең бастысы ол өзінің сана сезімінің сақталғандығына, соған сүйене отырып, ол әрекет етті. Соның арқасында ол бүкіл әлемге танылды. Және де көптеген адамдарға жақсылық жасады. Адамдарға мотивация берді, олардың алға қарай өмір сүруіне мүмкіндіктер беріп отыр. Міне сондықтан да ең бастысы біз өзіміздің қолымызда бар дүниемізді бағалап, 12 мүшеміздің сау болғандығына шүкірлік айтып, және де алға қарай талпынып, өз-өзімізге сенуіміз керек екен. Сонда ғана біздің айналамыздағы адамдар бізге сене бастайды екен. Сабағымызды әрі қарай шығармашылық жұмыс орындаумен жалғастырайық. Өздеріңіздің рухани кемелденген, өмірі мәнді деп ойлайтын адамдар туралы альбом, слайд немесе қолдан шағын кітап әзірлеңіздер. Яғни ол адамдар кімдер болуы мүмкін? Ол адамдар сіз білетін ата-анаңыз, туысқандарыңыз, әжеңіз, атаңыз, ұстазыңыз, танысыңыз, досыңыз, немесе белгілі сіздің кумиріңіз болуы мүмкін. Яғни сол адамның өмірін егер сіз рухани кемелденген, сондай жоғары деңгейде бағалайтын болсаңыз, кемелденген адам деп, онда сол адамның өмірі туралы шағын слайд немесе кітапша әзірлеуіңізге болады екен. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.